Үшінші тапсырма. Дөңгелектердің бос орындарына 0-ден 8-ге дейінгі сандарын әрбір сызық бойында тұрған сандардың қосындысы 12-ге тең болатындай етіп қойып шығыңыз деп айтқан екен. Демек, мына берілген 8 санды мына дөңгелекшелердің ішіне орналастыруымыз керек. Енді дөңгелекшелердің ішіне орналастыратын болса, онда қарапайым тұрғыда дәл ортасына 0 деп сан қойып көрейік. Демек, дәл ортасына 0 деп қоятын болсақ, енді соған сәйкес басқа нүктелерді табатын боламыз, яғни қалған дөңгелекшелерді. Былайынан қосындысы 12-ге тең болу керек. Былайынан да қосқанда 12-ге тең болу керек. Енді қандай да бір 2 сан, 3 санның қосындысы 12-ге тең болу керек. Демек, дәл ортасында бірақ 0 бар. Олай болатын болса, бұның бір жағы 7 болса, бір жағы 5 болады. Или болмаса, бір жағы 8 болса, бір жағы 4 болады. Осы екі жұптар ғана бізде 12-ні бере алады. Демек, мына жаққа біз төменгі жағына 7 деп қарастырып көрсек, онда жоғарғы бөлігіне 5 дейміз. Себебі, мына үшеуін қатарынан қоссаң 12 шығады. Және былайынан қосқан кезде де бізде 12 шығу керек дәл сол сияқты. Келесі 12-ні бере алатын 2 санның қосындысы ол 4 пенен 8. Онда мына жаққа 4 түссе, мына жаққа 8 қоямыз. Енді былай да қосындысы 12-ге тең. Ондай болмаса, мына үшінші бағаны тексерейік. Үшінші бағанда дәл ортада 8 тұр. Демек, мына екеуінің қосындысы 4-ті беру керек. Ал 4 дегеніміз ол бізге 1 менен 3-тің қосындысы. Демек, мына жаққа 1 түссе, мына жаққа 3 түседі деген сөз. Енді одан ары кеттік. 3, 7, яғни 10 болады. Үшіншісін қосқанда 12 болу керек. Демек, мына жерге 2 түседі. Ары қарай кеттік. 2, 4, қосындысы 6. 6-ға 6-ны қоссаң 12 шығады. Демек, мына жақта да 6 қойылады. Енді тексерейік. 6, 5, 11. Оған 1-ді қоссақ 12. Демек, менің барлық шартым орындалып тұр. Кез келген бағытта да мына сызықтар бойымен қоссаң 12-ге тең болады. Келесі 4-ші тапсырма. Шаршының бос тор көздерінің орнына 1, 2, 3, 4, 5 сандарын горизонталь және вертикаль тұрған сандардың қосындысы 8-ге тең болатындай етіп орналастырыңыз. Яғни бізде горизонталь деген көлденеңнен деген сөз, ал вертикаль дегеніміз тігінен деген сөз. Дәл мынау сияқты қылып іздеп табатын боламыз. Дәл ортасына 1 деп қойық. Бағана мына жақта дәл ортасына 0. Яғни ең кішкентай санды қойдық қой. Бұл жаққа да дәл сол сияқты ең кіші сан, ішіндегі ең кіші сан 1-ді қойса, есептесек. Бұл жер 1 дейтін болсақ, демек бұның екі жоғарғы бөлігінің қосындысы 7-ні беру керек қой. Себебі қосынды 8-ге тең болу керек. Ал 7 дегеніміз 4 пенен 3. Қосып көрсек 8. Немесе тағы да 7-ні беретін сандардың қосындысы ол 5 пенен 2. Яғни бұл екеуінде қосындысы 7, ортадағымен 8. Яғни тігінен де көлденеңнен де қосып көрсеңіздер 8-ге тең. Демек, шартымыз орындалатындай қылып толтырылды.